Ассалаумағалейкум, құрметті бауырлар, қалдарыңыз қалай? Аллах тағала баршамызға шағбан айын хайырлы, берекелі, құтты етсін. Алла қаласа Рамазан айына аман есен жетуімізді Алла баршамызға нәсіп етсін. Білесіздер, Рамазан айы бұл Құран түскен ай. Құран дегеніміз бұл біздің мұсылманның, адамның жүрегіне тыныштық сыйлайтын, өміріне береке беретін сондай кітап. Бұл Құран-ы кәрім білесіздер араб тілінде түскен. Аллах қаласа бұл енді әрбір мұсылман адам араб тілін білгені, яғни араб тіліндегі Құран-ы кәрімді оқи алғаны абзал. Араб тіліндегі Құран-ы кәрімді оқи алғаны абзал. Енді сол үшін мен осындай бір бастама бастап жатырмын. Енді бұны осыдан бір 2-3 жыл бұрын жүргізген болатынмын, бірақ енді бұны тағы да жүргізу мақсатымда, ниетімде болғандықтан әрбір адам осы араб тілінің алфавитін жаттаса деген нәрсемен. Егер одан кейін тағы да бұл нәрсе жүріп жатса, ары қарай өтіп жатса, иншалла алдағы уақытта араб тілінде оқу тегін дәрістерінде салатын боламыз. Құран-ы кәрімді оқып үйрену жайында. Сондықтан иншалла подписаться етуді ұмытпаңыздар, астына комментарий жазыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Алла қаласа бүгіннен бастап жаңа дәрістер шығатын болады. Ал енді қазір араб тілінің алфавитін кішігірім сіздерге түсіндіріп өтейік. Араб тілінде 28 әріп бар. 28 әріптің қарайтын болсақ, мына жерде алиф, ба, та, са, жим, ха, ха, дал, зал, яғни кете береді. Дәл солай. Енді Алла қаласа сіздерге осы жеке әрбір әріпке тоқталатын боламыз, және де онымен қоса харекеттерін қосып айтатын боламыз. Сол арқылы сіздерге осы алфавиттерді түсіндіріп жеткізетін боламыз иншалла. Құрметті бауырлар, осы контентті қолдап, осыған лайк басып видеоға, және оны достарыңызбен бөлісіп, араб тілінің алфавитін жаттай алмай қиналып жүрген кісілер болса, иншалла соларға жіберіп қойыңыздар. Астына түсінбеген жерлеріңізге комментарий жазсаңыздар, қолдан келгенше сіздерге көмектесетін боламыз. Алла баршамыздан разы болсын. Алла осы амалымызды баршамыздан қабыл етсін. Аллах тағала Рамазанға аман есен жетуімізді баршамызға нәсіп етсін. Ассалаумағалейкум.